шеңберге шығамыз. Бір-біріміздің соңынан шеңбер жасап тұрамыз. Джунглияда жүрміз деп елестетіңіздер. Ауа райы өте тамаша, күн жарқырап, ыстық болып тұр. Бір уақытта самал жел соқты. Жел көтеріліп жылкіді. Ұсақ жаңбыр сіркіреді. Қатты дауыл соқты. Ұсақ жаңбыр сіркіреді. Бұршақ жауды, тағы жаңбыр сіркіреді. Жел басылып келеді. Жақсы. Осындай қимылдарды арқаға кім жасайды? Массажист. Массажист. Жақсы. Қалай ойлайсыңдар, бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай? Мамандықтар, дұрыс. Қазір біз топқа бөлініп жұмыс жасаймыз. Ол үшін мына үстелден карточкаларды аламыз. Келіңдер, алыңдар. Жақсы, суретке қараймыз. Осы құралдармен кім жұмыс жасайды? Дәрігер және мұғалім. Жақсы. Балалар, енді кімде мұғалімнің құралдары? Олар мына партаға отырады, екінші партаға. Кімде мұғалімнің құралдары? Олар бірінші партаға отырады. Балалар, тақтаға назар аударамыз. Слайдтағы сұрақтарға жауап береміз. Кім, қайда, не істейді? Бірінші топтан кім жауап береді? Алина? Мұғалім мектепте балаларды оқытады. Жақсы. Екінші топтан кім жауап береді? Аурика? Дәрігер аурухана адамдарды емдейді. Жақсы. Балалар, бүгінгі сабақтың нақты тақырыбын білу үшін сендер ребус шешесіңдер. Бірінші топ и екінші топ. Сабақтың мақсаты мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, өз біліміне сүйеніп тақырыпты жалғастыру, ғылыми көпшілік және публицистикалық мәтіндерге сүйеніп, монолог және диалог құрау, сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданып, тыңдаушыға әсер ету. Мамандықтың жаманы жоқ әлемде. Жаман қылған жалқаулар бар әлемде. Сондықтан да жалқаулықты тастайық, игі істермен өмір жолын бастайық. Мамандықтың жаманы жоқ деген пікірмен келісесіздер ме? Мен бұл пікірмен келісемін, себебі барлық мамандықтар қажет. Мен бұл пікірмен келісемін, себебі барлық мамандықтар пайдалы. Мен бұл пікірмен келісемін, себебі мамандықтар маңызды. Қазір мәтінді тыңдап, келесі тапсырмаларды орындайсыңдар. Тыңдалған мәтін мазмұны бойынша қазір сендер графикалық органайзерді толтырасыңдар. Сендер мұғалім туралы мәлімет толтырасыңдар.
сендер дәрігер туралы мәліметті толтырасыңдар. Балалар, сендер графикалық органайзерде толтырғанда бірінші топ дәрігерге, екінші топ мұғалімге анықтама бересіңдер. Бұл мамандыққа сипаттама жасайсыңдар, мысалы келтіресіңдер, өмірмен байланыстырып, көтерілетін мәселе және қарама-қарсы мәселе келтіресіңдер. Балалар, органайзерде толтырып болдық па? Тақтаға кім шығады, кім жауап береді? Барлык мамандык есін тәрбиелетін, оқытып, өйрететін жан. Ол болашағын тәрбиелеуші тұлға. Бұл мамандык әрқашан сұранысқа ие. Дәрігер әрқашан адам өмірі үшін күреседі. Балалар, қазір бір-бірімізді дескриптор арқылы бағалаймыз. Дәрігер топты 4 ұпай, себебі сызбаға сәйкес ақпаратты анықтайды 1 ұпай, оқығанын сонан болжайды 1 ұпай, ақпаратты жүйелі байланыстарды 1 ұпай, ұзындық пікір білдіреді 1 ұпай. Біз бірінші топқа 4 ұпай береміз, себебі олар барлық тапсырмаларыны орындады және барлық дұрыс болды, қате жоқ. Балалар, сендер болашақ түлексіңдер, алда сендер өз болашақ мамандықтарыңды таңдайсыңдар. Қазір сендер өз білімдеріне сүйеніп, осы тақырыпты жалғастырасыңдар. Бірінші топ сендер мамандық таңдаудағы 5 лайфхак жазасыңдар, ал екінші топ сендер мамандық таңдаудағы 5 қателікті жазасыңдар. Тапсырманы орындап болдық па? Болсақ, тақтаға шығамыз. Так, бірінші топтан кім шығады? Гриша, кел. Без лайфхак. Бірінші лайфхак еңбек нәһігіндегі сұғаныз, екінші өз қабілетіне сай кәсіп таңдау, үшінші денсаулық жағдайына, төртінші мінез-құлық, бесінші ағымандағы мамандық. Без қателіктер, ата-анасының ұсынысымен таңдау, достарына еліктеу, жай бара салу, әлеуметтік жағдайына қарай бару керек. Балалар, қазір бір-бірімізді дескриптор арқылы бағалаймыз. Так, бірінші топтан кім бағалайды? Сәлемдер көрістірады 1 ұпай, өз айын жеткізуде 1 ұпай, өз біліміне сүйініп тақырыпты жалғастырады 1 ұпай. Байланыс. Жақсы мысалдар келтіреді, лайфхак болды, мамандық таңдау. Балалар, қазір мәтінге сүйеніп, монолог және диалог құрастырасыңдар. Сөз әдебі мен этика. Балалар, сендер монологты жеке орындайсыңдар, ал сендер диалогты жұпта құрастырасыңдар. Мамандықты таңдау. Өте жауапкершілікті және маңызды іс. Мұғалім мамандығы өз маңызын ешқашан төмендетпейді. Себебі
мамандык иесін тәрбиелететін, оқытып өрететін мейірімді абзал жан. Қазіргі мұғалім бойында ең бастысы сабырлылық және ұстамдылық қасиеттері тұлға. Менде мұғалім болғым келеді. Болашақ мамандығым физика мұғалім болу. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мектеп бітіруші түлектің мақсаты не? Мектеп бітіруші түлектің мақсаты мамандықты таңдау. Сен болашақта кім болған келеді? Мен болашақта дәрігер болғым келеді. Сен неге бұл мамандықты таңдадың? Бұл менің балалық шағымның арманы еді. Сенің ойыңша дәрігер мамандығы қандай? Менің ойымша дәрігер мамандығы өте абыройлы және жауапты мамандық. Неге? Өйткені адамның денсаулығы кейде өмірі дәрігерге байланысты. Менде сіздің ойыңызбен келісемін. Ал сен қай қалаға түскің келеді? Мен Қарағанды қаласына түскім келеді. Пікіріңізбе рахмет, барлық армандарыңыз орналдың. Көп рахмет. Сау болыңыз. Балалар, қазір сендер мына жұлдызшаларға өздерінің болашақ мамандықтарыңды жазасыңдар. Бір жақ. Мен дәрігер боламын. Себебі мен адамдарды емдеймін. Тез дәрігер боламын. Адамдардың тісін емдеймін. Адам өз өмірінде екі нәрсені таңдауда қателеспеу керек. Біреуі жар таңдау, екіншісі мамандық таңдау. Деп Мұқағали Мақатаев айтқандай, мамандық таңдау жасөспірім кездегі адам өміріндегі ең маңызды шешімдерінің бірі.